шабыт. Сонда махаббаттың кезекті алданыш емес, шын махаббат екенін қалай білем? Оны түсіну өте оңай. Сен адамдар шабыт деп атап кеткен сезімге бөленесің. Құдды бір дүние есігін ашып, алғаш ауамен тыныстаған шақалаққа ұқсап, кеудеңді кере демалып, махаббатты сыйға аласың. Шын өмірдің есігін ашасың. Шынайы махаббат келгенде ерен күштің қуатын сезесің. Қорқыныш сейледі. Адамға қанат бітіп, ұшып жүретін болады. Қолың тиген дүниенің бәрі ғажапқа айналып кете береді. Бұрын дәтің жетпеген нәрсенің бәрі ойыншық боп қалады. Нар тәуекелге қиналмай барып, не бір қызыққа ойланбастан қойып кетесің. Бұрын болмайды дегеннің бәріне даяр боласың. Қолда барыңмен бөліскің кеп тұрады. Бойыңдағы бар қазынаны сол керемет жанға, бүкіл әлемге таратып беруге бейілі боласың. Ал жүрегің берген сайын шаттанып, шұғыла шашады. Шынайы махаббатты дөп басып танисың. Шабытты басқа нәрсемен шатастыру мүмкін емес. Барлық күрделі түйткіл оңай шешіліп, өмір жарқын бола салады. Махаббат келгенде еркіндікті сезінесің. Сен үшін мүмкін емес ештеңе болмайды. Сезімге кенелгенде әлем жақұттай жарқырап сала береді. Махаббатсыз өмір қараңғы түнек, бәрі тозаң сияқтана береді. Авторы Алина Ермолаева.